Құрметті Қасым-Жомарт Тоқаев. Бұл жанайқай тек қана бір менікі емес, мемлекеттік қызметкерлердің сіздің командада жұмыс істеуге правасы жоқ. Бір тірлігімде, бір күмән келтіргенде тірлік болса, онда мен соттаңыздар. Бадыр Ақыптың қазіргі Ордабасы ауданының әкімі Сейітқұл қызы бірінші орынбасары, Азат Оралбаев екінші орынбасары, Алтынбеков жер қатынастары бастығының орынбасары, Дәурен Мәуленов жер кадастры осы тіркеу бөлімінің басшысы. 112 тонна бидайдың бағасы сол кезде 7 миллион 840 мың теңге, қазір 17-18 миллион. Осы ақшамызды өндіріп берсін. Мынаны тыңдағысы келмейді. Ал енді оның ана тапсырған адамдар мәселені шеше алмайды. Қайта ушықтырып жібереді. Армысыз құрметті көрермен, бүгін Ақсөле бағдарламасының студиясына арнайы кәсібімді тартып алып жатыр деген өтінішпен Түркістан облысының тұрғыны келіп отыр. Нақты сіздің қандай талабыңыз бар, кімнен жәбір көрдіңіз? Сол туралы бізге ашық баяндап берсеңіз. Ордабасы ауданы Бөржар ауыл округінің ішіндегі Ықылас темір өндірістік кооперативінің бұрынғы төрағасы Исақұлы Басырханмын. 30 жыл бойғы Бөржар совхозында істеген еңбегіме, пай үлесіме, жер үлесіме, мүлік үлесіме тиген мүлік үлесіме сонда құрылтайшымын, басқарма мүшесімін. 2016 жылғы 18 апрельден бастап 2018 жылғы 31 март айына дейін сол өндіріс кооперативінің басқарма төрағасы болып істедім. Осы төраға болып істеп жүрген кезімде сондағы бір жекелеген бір адамдар, олигархтар дейміз, сол кездегі ауданның әкімдері, сол кездегі кәсіпкерлер осы біздің Ықылас темір өндіріс кооперативінің 1877 гектар жерін 2002 жылғы жалған құжатпенен 38 адамға беріп жіберген. Ол 38 адамның ішіндегісі 26-сы кооперативте бұрын соңды жұмыс істемеген. Ал ішіндегі 8 адамы бұрыннан істеп келе жатқан, бірақ олардың бұрынғы 1996 жылғы пай үлесіне тиесілі басқа жер үлесіне құқы туралы куәлікті жалғандықпен жасаған. Осының барлығы 2016 жылы мен басқарған өндірістік кооперативтің басқарма мүшелері 7 адамның арызымен қозғалған Ордабасы аудандық полиция бөлімінің қылмыстық ісі бар. Жәбірленушімін. Ықылас темір өндіріс кооперативі жәбірленуші. Осы іс қағазды Қазақстан Республикасы жоғарғы сотының кассациялық алқасының судьясы С. Әбдірахманов деген кісі негізге алып 22 желтоқсан 2017 жылы нөмірі 6017-17-00-7698 кавычканың ішінде 2 деген қаулыменен біздің мына Ықылас темір өндіріс кооперативінің 1996 жылдан құрылтайшы мүшелерінің тізімі қалпына келтірілді. Бұлар қысқартып береді. Қылмыстың құрамы жоқ дейді. Сонымен аумаш теңгеш болып келе жатыр 6 жылдың көлемінде. Ең сорақысы 2016 жылы мен кооператив болып егіп, элита сортты бидайды еккен 75 гектар жеріміздің бидайының 150 тонна ішінен 112 тоннасын Оңалбай Бастарбек бастаған қылмысқа күдікті 5 адам, оның қабатында тағы жүрген бірнеше адам тартып алды. Ол бойынша да қозғалған қылмыстық іс мына 394-ке тіркелу керек. Негізінде мына 375-ші қылмыстық іске тіркелу керек еді. Ал бұл мына жаңағы полицияның осындай алдын ала ұйымдастырған қылмыстық іспен ол өз алдына бөлек қылмыстық іске тіркеледі, сөйтеді, онда қысқартып тастай салады. Осындай бассыздықтардың кесірінен мен бірінші группадағы мүгедек болдым. Қазір 2 көзім көрмейді, құлағым естімейді. Ордабасы ауданының әкімі де ешқандай шара қолданбайды. Бұрынғы кездері Сапарбаев тұғын, Сапарбаевтан кейін Сатенов болды, сотталды. Онан кейін Қайбжанов деген болды, ол да сотталды. Негізінде Ордабасы ауданының 12-14 әкім ауысса, соның 8-і сотталды. Осыншама тірлікте мен тек қана мен жалғыз өзім болса мақұл, менің артына ерген осы кооперативтің 1996 жылдан мүшелері 50-ден астам семья бар. Қазір олардың 300-ден астам
сол жерді қарап өздеріне тиесілі 1 гектар 2 гектар жерін қауындарымызын егіп арзан азық түлікпен қамтамасыз етіп өзін өзі жұмыспен қамтып отырғандар бәрі жерінен айырылып отырмыз. Бұл ненің сырт жағында 1998-2002 жылдары Қазақстан Республикасы Мәжіліс депутаты болған Ермек Абасов деген азамат болған. Сол кездегі Қазақ мақта компаниясы деп бір келісімшарт жасаған уақытында осындай қылмыстық іспен осындай документтердің барлығын атына жаздырып алған. Жер халықтыңкі, жер кооперативтіңкі 49 жылға пайдалануға берілген. Госактысы бар. Ал соның бәрін бұл мына жаңағы менің 112 тонна бидайымды тартып алған кезінде осының бәрі голословный болмасын айтайын. Мына жердегі мына қылмыстық істердің ішіндегі барлығы бар. Бұл тек қана дәлелденгені. Мен өзім бастап, мен қасымдағы адамдар басқарма мүшелері бастап, ұстап алып кеп бергеніміз. Менің үстіне қылмыстық іс қозғады. Мен алдында болған төрағаны 3 жылға жазықсыздан жазықсыз соттатты. Сөйтсек, осының сыртында оказывается жаңағы Қайнарбас Ермек Абасов кеткен екен. Сол жердегі жеке кәсіпкер бірнеше жыл осы оңтүстік Қазақстан облысы, кейін Түркістан облысы болғанда мәслихаттың депутаты болды. Осы өткен жолы шақырылған 7-ші өткен жолы январь айында таратылған Қазақстан Республикасының Мәжілісінің 7-ші сессиясының депутаты Қайнар Абасов бар. Мінекей осындай тірліктер. Ал енді осыған қатысты 7 декабрь күні оңтүстік Қазақстан Түркістан облысының әкімі Дархан Сатыбалдыға лично барып жазылдым. Онан кейін барып сол жерде тұрып, мені 7 декабрь күні қай жылы? 2022 жылы жеке қабылдауға баратын кезінде 3 бас кесері, енді күйгесін айтам, формада емес, медицинский формада емес, басқа формасы бар. Сол менің екі көзім көрмегендіктен анықтай алмаймын. Мені апарып қамап, не аяқталғанша темірланның шетіне шығарып тастады. Документтердің барлығында мына ауданның әкімінің жер қатынастары туралы, осының бәрі аудан әкімдерінің қолдары бар. Жаңа жалған құжаттар бар. Оның бәрі сотпен дәлелденген. Кімдердің аты жөндерін білесіз бе? Сол кездегі аудандық жер қатынастарының бөлімінде 5 адам кезек-кезек істеді. Бәрі сол аппараттың ішінде жүр. Оның ішіндегі біреуі Мейрамбек қазір. Осының бары Алтынбеков, онан кейін Дүйсенбаев, қазір Бөржар ауыл округінің орынбасары, әкімнің орынбасары. Осылардың барлығы жер қатынастар комитетінде кезек-кезек істеген. Заңгер де болып істейді, сол жерде бір аппаратта. Осылардың бәрі мына қылмысқа қатысты болғандықтан. Бұдан басқа да тағы да 3 қылмыстық іс бар. Мына айтылғаннан басқа 394, 258, 375, 666 деген жер бар. Сонда жаңағы біздің жерімізді алып, жаңағы сайда саны жоқ, құмда ізі жоқ. Бөржар өндіріс кооперативінде бір күн бір сағат істемеген адам. Мен жаңағы 75 гектар бидайды екініқті ең болмаса бір килограмм екпекті сол басына бармаған адам тартып алып отыр. 112 тонна бидайым қайтарылмайды. Онан басқа бұлардың ең сорақы. Біздіңкін сол осыдан 27-96 жылы жекеменшікті, түпкілікті қайтарымсыз берілген жерімізді алып қойғандар әлі қайтармай отыр. Дархан Сатыбалдың уақытында болған жоқ бұл қылмыс. Оның алдында болған Шөкеевтің уақытында да болған жоқ. Жансейіт Түймебаевтың уақытында болды. Ал бірақ мыналардың барлығы сол. Мынаны тыңдағысы келмейді. Ал енді оның ана тапсырған адамдары мәселені шеше алмайды. Қайта ушықтырып жібереді. Заң неге орындалмайды? Қазақстан Республикасының заңдарын неге орындамайды? Мемлекеттік қызметкерлер неге орындамайды? Аудандық полиция бөлімі неге орындамайды? Неге осы Ордабасы аудандық соттары бұдан кейін де орындамайды? Заңды шығарудың қажеті жоқ. Заңның орындалуын қадағалау керек. Мен айтарым осы мына жаңадан сайланған мына парламент мәжілісінің депутаттарына. Тоқаев мырзадан да сұранатын осы. Бүкіл Қазақстанның азаматтарынан көзі ашық, көкірегі ояу, қазақ боламыз десек, ел боламыз десек, заң орындалу керек. Заң орындалған уақытында қарапайым адамдардың несін тыңдау керек. Құрметті Қасым-Жомарт Тоқаев. Бұл жерде бұл жанайқай тек қана бір менікі емес, бүкіл осы Қазақстандағы аты-жөнін бәрін көрсетіп отырған мемлекеттік қызметкерлердің сіздің командада жұмыс істеуге правасы жоқ. Бадырақовтың қазіргі Ордабасы ауданының әкімі, Сейітқұл қызы 1-ші орынбасары, Азат Оралбаев 2-ші орынбасары, Алтынбеков жер қатынастары бастығының орынбасары, Дәурен Мәуленов жер кадастры осы тіркеу бөлімінің басшысы, Батыр
Батыр Дүйсенбаев қазір ол Бөрдер ауыл округінің әкімінің орынбасары. Осының бәрі осы мына қылмыстық іске қатысы бар. Олигархтар қайнара басып, осы мына кімдер Ермек Абасов, соттардың ішіндегі мына Ордабасы ауданының бұрынғы төрағасы Мұсаев, осылардың барлығы жауап беру керек. Заң алдында жауап берсін, мен алдында жауап бермесін. Осы менің айтқаным ішінде бір тірлігімде, бір күмән келтіргенде тірлік болса, онда мен соттаңыздар. Мынау Абасов қызмет бабын пайдаланып бізден жағы 87 гектар жерді, сосын мал қорамызды сатып жіберді. 3-ші, 4-ші, 5-ші қолға өтіп кетіп отыр. Фармацевт. Соны қылмыстық іспенен қозғалған істі жауып тастап отыр. Ол жерде сол қылмыстық істі жандандырып, біздің сол заңсыз беріліп кеткен Ислам Әбішевтің 2002 жылы заңсыз берілген шешіммен 1877 гектар жерімізді өзіміздің өндірістік кооперативтің байырғы мүшелеріне, оның ішінде маған да, осындағы мен қабатындағы жұмысшыларымызға да бәріне қайтарып беріңіздер. 112 тонна бидайдың бағасы сол кезде 7.840.000 теңге, қазір 17-18 миллион. Осы ақшамызды өндіріп берсін. Біздің мал қорамызды тартып алып отырсың ғой. Мынау өзіндегі жоқ нәрсені, мемлекеттің мүлкін, Қазақстан Республикасының жерін 87 гектар жерді жаңағы біздің мал қорамыз бар, біздің пай үлесімізге тиген. Соны $125.000 сатып жіберіп отыр. Плавери деген жауапкершілігі шектеулі серіктестікке. Қайтарсын, заңменен қайтарсын, қылмыстық іс қозғалсын сол бойынша. $125.000 қазір 45-47 миллион теңге. Осында мүлкімізден айырылып отырмыз біз. Бізді тыңдайтын ешкім жоқ. Бидайымызды тартып алдық. Сот шешімінсіз кәсіпкердің несін тартып алған адам жазалану керек. Жалған печать жасап, бір емес, бірнеше қайтара жасаған қылмыскерлер сотталу керек. Пробацияда болып, осында қылмыс істеген айна қылып, сол 7 жылын қайтадан өтеуге отыру керек. Мінекей сонда ғана заң, әділдік, үстемдік болады. Ал басқа уақытта жаңа Қазақстан, әділетті Қазақстан деген құр аксиома